11. Барзақ әлемінде рух не істейді? Рухтар денелер жатқан қабірлер мен рухани құралдармен байланыс құру арқылы барзақ әлеміне өтеді. Бұл дүниедегі амалдары белгілі бір кейіпте алдарынан шығады. Барзақ әлемі ақырет әлеміне тән жағдай. Ол рух үшін ақырет өмірі басталды деген сөз. Мүміннің рухы тірілетін күні денесіне қайтқанға дейін жұмақта жұмақ жемістерін жейтін құс болады. Бірін қайтыс болғанда оған ертелі кеш отыратын жер көрсетіледі. Егер жұмақтық болса, жұмақ көрсетіледі. Тозақтық болса, тозақ көрсетіледі. Оған Алла қиямет күні қайта тірілткенге дейін отыратын жерің осы делінеді. Мүміннің жаны нығметке бөленеді. Кәпірлер мен күнәһарлардың рухы азапта болады. Азаптары мен дәрежелері өздерінің әрекеттеріне байланысты. Барзақ әлеміне кірген рухтар бізді ести алады, бірақ біз оларды ести алмаймыз. 12. Қабірде не сұралады? Мәйіт қабірге қойылғанда мүнкір мен нәкір деген екі періште келіп сұрақ сұрауды бастайды. Алғашқы сұрақ пен сынақтан табысты түрде өткендер дүниедегі өмірінен артық және жұмақ өміріне жақын өмір сүреді. Сұрақ пен сынақтан табысты өте алмағандар болса, бұл дүниедегі өмірінен де қиын әрі тозақ өміріне ұқсайтындай түрде өмір сүреді. Қабір жұмақ бақшаларынан бір бақша немесе тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр болады. Хадисте қабірде сұрақ сұрауға келетіндердің тәні қара, көзі көк, екі періште екені. Бірі мүнкір, екіншісі нәкір деп аталатыны айтылады. Ол екі періште оған мүмінге «Раббың кім?» дейді. Ол «Раббым Алла» дейді. Періштелер «Дінің не?» дейді. Ол «Ислам» дейді. Періштелер «Сендерге кім жіберілді?» дейді. Ол Алланың Расулы Мұхаммед дейді. Періштелер «Амалың, ісің не?» дейді. Ол Алланың кітабын оқыдым, оған иман келтірдім және оны растадым дейді. Иман келтіргендер бұл сұрақтарға мүдірмей дұрыс жауап бере алады, ал кәпірлер мен мұнафықтар болса дұрыс жауап бере алмайды. Әхіл сүннет ғалымдары сұрақтардың сенің тақырыбында болатынын және жерленгеннен кейін қойылатынын айтады. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам бір мәйітті жерлегенде жерлеу ісі біткен соң қабірдің қасында тұрып былай дейтін: бауырларың үшін Алладан кешірім тілеңдер және Алладан сенімінде тұрақты қылуын қалаңдар. Ақиқатында ол қазір сұраққа тартылуда. Халық арасында кең тараған бір сұрақ жауап түрі бар. Қабірдегі жауап: Раббым Алла Тағала, пайғамбарым Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, дінім ислам, кітабым Құран, құбылам Қағба, сенімдегі мәзхабым Әхл сүннет уәл жамағат, амалдағы мәзхабым имам Ағзам Әбу Ханифа, тегім Әзірет Адам алейхиссалам, Мұхаммедтің үмбетімін, мүмінмін, мұсылманмын, альхамдулиллах. 13. Қабірде кімдерден сұрақ сұралмайды? Өлген кезінде қабірде сұрақ сұралмайтын адамдар мыналар: пайғамбарлар. Олар өздеріне үлкен міндет жүктеліп, жауапкершіліктері көп болғандықтан үлкен сотта есеп береді. Әхл сүннет ғалымдарының пікірінше, пайғамбарлар үлкен және кіші күнәлардан сақталған. Қабірде сұрақ сұралмайтын келесі топтар: шейіттер, Алла жолында күрескендер, жұма күні немесе кешінде қайтыс болғандар, іш ауруынан қайтыс болғандар, әр түні мүлік сүресін түн сайын оқығандар, жауапты мүкәлләф болмағандар, жындылар, балалар, ақыл-есі кем адамдар, пайғамбарсыз кезеңде өмір сүргендер. Жасалған амалдарының қадірі Алла құзырында қабыл болғандықтан қабір сұрағынан босатылатыны Алла Расулы хабарлаған. 14. Қабір азабына себеп болатын іс-әрекеттер, амалдар. Қабір азабына себеп болатын амалдарды былай көрсетуге болады: кіші дәреттен сақтанбау және тазаланбау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабірде жатқан екі кісінің бірінің кіші дәреттен сақтанбағаны, ал екіншісінің ғайбат пен өсек айтқан үшін азапталып жатқанын хабарлаған. Ғайбат және сөз тасу. Мұсылман бауырына ұнатпайтын сөздерді оның артынан айту қабір азабын қажет етеді. Қарыз болып қайтыс болу. Мүміннің рухы мойнындағы қарызы төленгенге дейін қарызына байланады деген хадиске орай қарыз болып өлген адамның қабір азабын тартатындығы байқалады. Пайғамбарымыз да қарыз бар адамның жаназа намазын оқытпаған, қарыз төленгеннен кейін оқытқан. Дауыстап жылау. Өлген кісі қабірінде басқалардың дауыстап жылауын азап көреді.
жақынын және жақсы көретін адамдарын жоғалтқандардың егер шамалар жетсе сабыр етіп дауыстап жыламағаны жөн. Үнсіз жылап екі көзге ерік беруге болады. Алайда марқұмның жақсылықтарын айтып, өмірде істеген істерін тізіп, жоқтау айтып жылау, айқайлауға тыйым салынған. Өтірік айту. Құранды үйреніп, үкімдермен амал жасамау, зинақорлық жасау, өсімқорлық. Осы 4 істің қабірде азап шектіретініне түс хадисі дәлел болады. Жабрейіл алейхиссалам адамдардың азап шегуіне осы 4 іс себеп екенін білдірген. Егер өлгендерді кебіндеуге алаңдамағанда, қабір азабының бір бөлігін сендерге ескерту үшін Аллаға дұға етер едім. Мүшриктер қабірлерінде сондай бір азаппен азапталады, дауыстарын жануарлар естиді. Ішімдік пен темекі арқылы тән аманатына зиян келтіру, ақысына риза болмау, олжаны бөліспей тұрып зат ұрлау, ұрлық, жалған куәгерлік, пәк әйелге жала жабу, адамдарға сөзімен зиян келтірудің, қате жолдармен елдің малы мен жетімнің малын жеу, бір жыныстылық әрекеттерге бару, айлакерлік жасау, мұсылмандардың қателерін іздеу, кісі өлтіру, туыстармен араласпау, жануарларға жаны ашмау секілді тағы басқа да әрекеттердің қабірде азап шегуге себеп болатындығы байқалады. 15. Қабір азабын тоқтататын немесе жеңілдететін қандай амалдар бар? Харамдардан сақтану, қабір азабынан сақта деп сыйыну. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабір азабынан сақтанып, Аллаға сыйынуды бұйырған және Үмму Хабибаға дұға үйреткен. Өзі де сол дұғаны оқыған. О Аллам, мені қабір азабынан сақтай көр, тозақ азабынан да сақтай көр, және тірілер мен өлгендердің бүлігінен және Мәсіх Дәджалдың бүлігінен де өзің сақтай көр. Жаназа намазында да, таң, ақшам намаздарында және басқа уақыттарда жасаған дұғаларында пайғамбарымыз тозақ пен қабір азабынан сақтай көр деп Аллаға сыйынып дұға еткен. Жаназа намазын оқу. Расулалла бірде мешітте тазалықшы қара нәсілді бір әйелдің көрінбей қалғанын байқайды. Оған не болды екен деп сұрайды. Қайтыс болғанын естігенде, маған неге хабар бермедіңдер дейді. Сахабалар ол әйелдің өліміне мән бермегендей болған еді. Пайғамбарымыз маған оның қабірін көрсетіңдер дейді. Пайғамбарымыз оның қабірінің үстінде жаназа намазын оқыды. Сосын бұл қабірлер иелеріне қараңғы. Алла сендердің олар үшін оқыған намаздарың арқылы қабірлерін нұрландырады дейді. Шейіт болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шейіттердің қабір азабынан қорғалатынын хабарлаған. Күзеттегі кезекшілік кезінде қайтыс болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір өлген адамның амалы тоқтайды. Алайда Алла жолында күзетте тұрғанда қайтыс болғандардың жағдайы басқаша. Олардың амалдары қиямет күніне дейін көбейеді және олар қабір азабынан қорғалады деген. Қабірдің үстіне көшет отырғызу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам азап көріп жатқан хабарлаған адамдардың қабірінің үстіне жас шыбық отырғызған. Шыбықтар қурамайынша олардың тәсбихі мен зікірінің құрметіне Алла ол қабірдегі адамдардың азабын жеңілдететінін үміт еткен. О Расулалла, мүшриктер қабірде азаптала ма деген сұраққа, я, олар қабірлерінде сондай азаппен азапталады, олардың ауыр азаптан айқайлаған дауыстарын жануарлар естиді деген. Кәпірлер мен мұнафықтардың азабы туралы Алла Расулы сосын темір күрсімен желкелерінен ұрғанда кәпір немесе мұнафықтың қатты айқайлайтыны соншалық адам мен жыннан басқа оған жақын барлық нәрсе оның дауысын естиді деген. Мүлік сүресін оқығандардың, іш ауруынан қайтыс болғандардың, жұма күні және кешінде қайтыс болғандардың да қабір азабы жеңілдейтіндігін немесе азапталмайтындығын Алла Расулы хабарлаған. Аштық азабын шеккендер. Ахл сүннет ғалымдары аштық азабын шеккендердің азапталмайтынын айтады. Әбу Хурайра айтады, бір күні Алла Расулының қасына бардым. Намазы отырып оқыды. Намазын аяқтаған соң, «О Алла Расулы, науқастанып қалдыңыз ба?» деп сұрадым. «Жоқ, аштық қой» деді ол. Жыладым. Бүкіл ғалам өзі үшін жаратылған, Алланың ең сүйікті құлы аштықтан түрегеп тұратындай, әлі қалмай намазы отырып оқыған еді. Жылағанымды көріп, жылама, Әбу Хурайра. Бұл дүниеде аштық азабын шеккен адам
арғы жақта Алланың азабынан аман болады деп жұбатты. Алла Расулы ешқашан арпадан жасалған нанмен болса да қарнын тойдырып көрмеді. Кейде бірнеше күн, бірнеше апта және айлар бойы үйінде тамақ пісіретін от та жанбайтын, тамақ та пісірілмейтін. 16. Қабірде қандай азап түрлері бар? Аяттар мен хадистер бойынша азап түрлері мыналар. А. Қабірдің қысуы. Қабір мүміндерді ананың сәбиін сипағаны секілді қысады, ал кәпірлер мен мұнафықтарды қатты қысады. Ә. Тоқпақпен ұру. Желкесінен қатты ұратыны соншалық, кәпірлер мен мұнафықтардың дауысын адам мен жыннан басқа барлық жаратылыс естиді. Б. Таңертең кешке отқа тасталу. Құлдың баратын жері тозақ болса, таңертең кешке оған тозақ көрсетіледі. В. Жәндіктердің өлген адамды шағуы. Кәпірге 99 айдаһар шабуылдайды. Олар оны тістейді, шағады. Айдаһардың бірі жер бетіне отын шашатын болса, жер бетінде өсімдік қалмайтындай дәрежеде жалын шашады. Отпен өрілген түйе мойнындай қамшымен құлағы керең мақұлық оларды азаптайды. Г. Жердің қабылдамай сыртқа шығарып тастауы. Христиандықтан мұсылмандыққа өткен әрі уахи жазуымен айналысқан, сосын қайтадан христиандыққа өткен бір кісі Құранды, уахиді мазақ ететін. Осы кісі өлгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер оны қабылдамайды дейді. Шынында да жер оны қабылдамаған. Ахл сүннет ғалымдары негізінде мұның табиғат заңдарына қайшы екенін, бірақ кейбір жаман адамдардың, әсіресе ислам дінін, Алланы, Құранды мазақ еткендердің өлімі ғибрат болу үшін Алла осылай жасаған болуы мүмкін екенін айтады. Наджар ұлдарынан бір христиан бар еді. Алғашында мұсылмандықты қабылдап, Бахара және Әли Имран сүрелерін оқып жүреді. Пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам уахи жазып беретін. Сол кісі кейіннен қайтадан христиандыққа қайтып, Мұхаммед ештеңе білмейді, тек менің жазып бергендерімді ғана біледі деген сөзді тарата бастайды. Ол өлген соң христиандар оны жерлейді. Алайда жұрт ертеңіне оның денесін қабірдің сыртқа шығарып тастағанын көреді. Сонда христиандар: бұл Мұхаммед пен жақтастарының ісі. Олардан кеткен соң бұл бауырымыздың кебінін шешіп, денесін далаға тастап кетті деп жала жабады. Терең шұңқыр қазып, оны сол жерге көмеді. Бірақ ертеңіне оны жердің тағы да сыртқа шығарып тастағанын көреді. Христиандар бұған тағы да мұсылмандарды айыптайды. Бір жерде тағы да шұңқыр қазады. Бар күштерін салып тереңдетіп қазады. Бірақ ертеңіне дененің тағы да сыртта жатқанын көреді. Сонда христиандар бұл істі адамдардың жасамағанын түсініп, мәйітті көмбей қалдырады. Ардақты пайғамбар бұл кісі өлген кезде жер оны қабылдамайды деген. Г. Беттері мен кеудесін жез тырнақтармен тырнау. Пайғамбарымыз миғражға шыққанда ол жерден жез тырнақтармен беттер мен кеуделерін тырнаған адамдарды көргенін және Жәбірелден алейхиссалам бұлардың кім екенін сұрағанда олардың ғибат айтқандар екенін білгенін хабарлаған. 17. Өлім сәтінде адамның жақсы немесе жаман екендігіне дәлел болатын халдер бола ма? Өмірін қалай сүрсе, пенденің өлімінде солай болады. Алайда қай жерде қалай өлетінімізді тек Алла ғана біледі. Хадистерде өлім сәтінде адамның жақсы немесе жамандығына дәлел болатын жағдайлар көрсетілген. Әуелі жақсы екендігіне дәлел болатын жағдайларға тоқталайық. 1. Маңдайдың терлеуі. Мүмін қандай терімен қайтыс болады делінген. Кейбір ғалымдар мұның себебін былай түсіндіреді. Алла мүмінді жұмақпен сүйіншілеген кезде мүмін өзінің жасаған күнәлары үшін Алладан ұялып маңдайы терлейді. 2. Көздің жасаурауы және күлімсіреуі. Мүміннің өлім сәтінде жүзі нұрлануы, өзінің жасаған жақсылықтары мен дәрежесінің көруіне байланысты, ал көзінің жасаурауы қуанғанын көрсетеді. 3. Танауының кеңеюі. Жамандығына дәлел болатын жағдайлар: мойнын қысқандай қырылдаған дауыс шығару, жүзінің көгеруі, аузы көгеріп, жағы мен мойнының терлеуі. Алайда адамның жақсы немесе жаман екенін Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан Алладан қайырлы өлім тілеу керек. 18. Мүміннің қабірдегі нығметтері. Мүміннің қабірде нығметтері мыналар:
мүміннің рухы 7 қат көкке көтеріледі. Мүмінге жұмақтағы орны көрсетіліп, жұмаққа бір есік ашылып, ол жерден жұмақтың хош иісі келеді. Қабір кеңейеді, қабір жақсы істермен, намазбен, құранмен нұрланады. Қабір мүмін үшін жұмақ бақшаларынан бір бақша, кәпірлер үшін тозақ шұңқырынан бір шұңқыр болады. Біріңіз өлген кезде оған таңертең, кешке өзінің отыратын жері көрсетіледі. Егер жұмақтық болса, жұмақ көрсетіледі. Тозақтық болса, тозақ көрсетіледі. Оған, міне, Алла сені қиямет күні қайта тірілткенге дейін отыратын жерің осы делінеді. 19. Жақсы адамдардың денесі қабірде шірейме. Рух тәнде болған кезде дене тірі әрі жанды болады. Рух тәннен толығымен ажыраған кезде дене өледі. Қалыпты жағдайда дененің сасуы топыраққа көмілгеннен кейін шіруі керек. Алланың белгіленген заңы осылай. Хадистерде қабірде денесі шірімейтіндер туралы айтылған. Физикалық, биологиялық зерттеулер кейбір шарттарда дененің шірімейтінін көрсетеді. Ахл сүннет ғалымдары арасында мұндай хадистерді тура мағынада түсінетіндер мен қатар астарлы мағынада түсінетіндер де кездеседі. Аяттар мен хадистерде айтылғандар мыналар. Пайғамбарлардың денесі шірімейді. Алланың елшілері тірі ризықтанады. Шейіттер. Аяттар мен хадистер шейіттердің өлмегенін, тірі екенін білдіреді. 20. Өлгеннен кейін рух қайда барады? Мүмін құл дүниеден ақыретке көшерде оған аспаннан жүздері күндей жарқыраған періштелер, жұмақтан әкелген кебіндері мен хош иістермен қасына отырып былай дейді. Ей ізгі рух, шық та Алланың кешіріміне, разылығына бөлен. Ыдыстың аузынан судың төгілгеніндей болып, адамның рухы тәннен шығады. Оны өлім періштесі алады. Дайын тұрған періштелер көзді ашып жұмғанша, мүміннің рухын өлім періштесінен алып, әкелген кебіндермен кебіндеп, хош иістерін себеді. Одан шыққан хош иіс жер бетіне таралады. Ол рухты дереу жоғары көтереді. Кездескен әрбір періштелер қауымы бұл хош иістің қайдан шыққанын сұрайды. Мүміннің хош иісті рухын көтерген періштелер оны дүниедегі ең жақсы есімдермен атап, пәленшенің баласы пәлен дейді. Сонау дүние көгіне барғанға дейін көк есіктерінің оған ашылғанын сұрайды. Көк есіктері ашылып жоғары көтеріледі. Сонау 7 қат көкке дейін әрбір көктегілер оны келесі көкке дейін шығарып салады. Сөйтіп 7 қат көкке жеткенде Алла тағала құлымның кітабын, дүниеде істеген жақсы амалдары илиунға, яғни лаухул махфуздың бір жеріне жазыңдар және оны жер бетіне қайтарыңдар. Мен оларды топырақтан жараттым, қайтадан топыраққа айналдырамын және екінші рет одан шығарамын дейді. Періштелер рухты жер бетіне түсіреді. Аяттарымызды теріс дегендер және оларға иман келтіруге тәкаппарлық танытқандар, оларға көк есіктері ашылмайды. Рухтары көкке көтерілмейді және түйе иненің тесігінен өткенге дейін, яғни ешқашан жұмаққа кіре алмайды. Міне, біз күнәһарларға, мүшриктерге осылай жаза береміз. Ағраф сүресі 40 аят. Кәпірлердің жаны шыққанда көктегілер жаман рух келді дейді. Оны ажалдың соңына, яғни сиджинге апарыңдар делінеді. Әбу Хурайра Расулалла дереу үстіндегі жұқа жамылғыны мұрнына апарып, жаман иісін білдіру үшін жауып қойды дейді.